Кәсіпкерлер кеденшілерге наразы. Соңғы 2 аптада 10-ға жуық арыз түсті. Олардың дені Қарағанды және Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлері. Бас прокуратура ғимаратында өткен селекторлық кездесуде осы мәселе бүгін бүге-шүгесіне дейін қаралды. Жиынға кедендік бақылау, прокуратура және Атамекен одағының өкілдері қатысты. Басқосушылар кедендік бақылау орган кәсіпкерлерге қысым емес қызмет көрсетуі керек деген тұжырымға келді. Оның үстіне шағын және орта бизнес мемлекет тарапынан қолдауға ие. Ал заңдағы қайшылықтардан кейбір мемлекеттік органдар өз міндеттерін орындауды да ағаттық жіберіп жатады. Оған дәлел де жоқ емес. Кәсіпкердің кінәсі жоқ, келеді, өзіне керекті затын алып келеді, керекті машинелерін алып келеді. Соны өткізіп, жұмысын жасайды, өндірісін өткізеді. Ал 3 жыл, 4 жыл өткеннен кейін кеден комитетінің жергілікті жердегі шенеуніктері келіп, сіз мына шығарған товарыңыз басқа кодпен болу керек екен деп, бірақ құрал жабдық жетпейді екен деп, 20 миллион теңге біраз жыл өткеннен кейін мойнына айыппұл салып жатыр.